Үлкен киіз үйдің есігіне жақындай беріп алтын жиі кілт тоқтады. Жесінің етегінен ұстап, біресе секіріп, біресе томпаңдап жүгіріп келе жатқан Серік үйге бұрынырақ кіріп кеткен. Тұңғышым ба? Жиі есікке жақындай түсті. Танып тұр, дауыс ылдында келген қонақтікі. Келініне қарап еді, ол біраз үнсіз төмен қарап қызарақтап отырды да басын изеді. Жиі селк ете қалды. Өз көзіне өзі сенер емес. Шынымен Серікті ұлым деді ме? Жейдің бар ашуы басына шапты. Ыза буған ол енді бұрылып жүрем дегенде, табалдырық алдында оны мұны шоқып жүрген шұбар балапан шошып кетіп төрге қарай сыпты. Шиқылдаған бойы дастарқан үстіндегі шыны сауытқа салынған сарымайды бір басып секіре қонақтың иығына қонды да шие қайрулы тұрған керегенің көзінен өтіп жүре берді. Сары маймен жолақтанған аяғының ізі су жаңа қара костюмге үш тармақ боп тұра қалды. Жесі қызара алақтаған келініне де, шек сілесі қатқан Серікке де қараған жоқ. Бар ашуын содан алардай ілгі балапанды үйді айнала қуды. Қолына түсе ұзын шыбықпен білдеп бір ұрмақшы ет, тауығы бар болғыр көрші үйдің қорасына кірді де зым-зия жоғалды. Жей қолындағы шыбығын лақтырып жіберді. Содан ашуы қонақ кеткенше бір тараған жоқ. Күндіз аз-аздан созып қоятын ұршығын да қолына алмады. Оны қайдан тауып алғаны белгісіз, жұдырықтай шүйкесімен қоса бала мысық төр алдында домалатып жүр. Жей ұршықты жұлып алып, мысықты желкесінен ұстап лақтырып жіберді. Серік анадай жерге барып топ ете қалған мысығын көтеріп алды да аузын томпайта жесіне қарады. Неге қарайсың? Бар кет ана Рахима шешеңе. Мені көгертпей-ақ қой. Осы кезде Рахима кіріп келді. Оны көрген соң, жейдің күні бойы жанын жеп отырған ашуы тіпті қосып кетті. Шеке тамырлары білеуленіп демік сөйледі. Айттым ғой, бар Рахимаға. Бауырыма салып босқа өреленіппін мен бейбақ. Ой бой, білмеппіз шын шешесі осындай екен ғой. Апа енді. Қонақ сұрап қоймаған соң. Қой ондай сылтауыңды. Кемпірдің баласы десең тілің жетпеді ме? Түбі осы кемпір иеленіп кете ме? Деп қорыққансың ғой. Қауіптенбей-ақ қой, алмаймын, білдік сенің балаң екенін. Алтын жиі қара пүліш жеңсізінің шалғайын тізесінің үстіне тартып қойды да бір қырыны отырып алды. Көп болса өгейсің дегенің де. Кешір, апатай, мен. Жейін байқамай. Серік сіздің балаңыз. Белі бүгіле, жынды көздерін тарамыс алақандармен жаба қойған жейді Рахима құшақтай алды. Тейт әрі. Есіңе жаңа түсті ме, алдама өйтіп мені. Жей Рахиманы іштей аяп отырса да, жекіріп тастап ірірек жылжып отырды. Рахима қос жанары жасқа тола, таңырқай қарап, апа. Деді де ар жағын айталмай, жасқа булығып шығып кетті. Жей бұрылып Серікке қарап еді, ол ернін тістеп жылап жіберуге шақ тұр екен. Серікжан. Жей Серікке қолын созды. Сол-ақ екен, Серік жібірлегендей өкси бақырып қоя берді де, мысығын құшақтап жүгіре жөнелді. Жей қысылып қалды. Серік. Деп бір-екі дауыстап еді, қарамады. Орнынан тұрып барып, есіктің жақтауынан сығаласа, Рахима Серікті қолынан жетелеп, шүпірлесіп ойнап жатқан бір топ балаға беттеп барады екен. Жейдің көңілі алай-дүлей. Сіресе дүниедегінің бірінен жақсы көретін кішкене Серігінің мына қылығы, бүгінгі уақиға Жейді ойлантып бастады. Ойпырым-ай, бала сезіміне қаяу түсіріп алмасам жарар ет деді, өзінен өзі қинала. Содан кешкі шайға дейін орнынан қозғалған жоқ. Тек дастархан жайылып алдына шай құйылған кесе келген соң ғана жақындап отырды. Келіннің де өңі сынық. Шай ішіңіз дегеннің өзі де салқын естілді. Жей үндеген жоқ. Кесе шенектің шылдырынан басқа түк естілмейді. Күнде шүйіркелесіп отыратын ене мен келін тым-тырыс, ырқайсысы өз ойымен. Осы кезде аяғының ұшынан басып Серік келіп кірді. Түймедей қара көздерін жыпылықтатып алтын жейге қарай береді. Ой, жаман неме жесінің іші бауыры елжіреп қоя берді. Кел, Серікжан. Келесің бе? Жей Серікті өзіне тартты. Үлде. Рахимаға барасың ба? Бара ғой.
Серік көздерін жыпылықтатып екеуіне кезек-кезек қарап, аз-кем тұрды да, жүгіріп барып, Рахиманың бетінен спей еріндерімен шөп еткізіп сүйіп алды да, жиесінің алдына құлай кетті.